Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін менің арнамда қонақта анам және апайым, әпкем Балжан және анам. Қош келдіңіздер. Рахмет. Мен арнайы сұрақтар дайындадым. Қазір сол сұрақтарды қоямыз. Бірінші сұрақ ол қайта-қайта көре беретін фильміңіз қайсысы және оны не үшін жақсы көресіз? Бірінші кімнен бастайық? Менің ба? Иә, анам, онда сізден бастайық. Менің ең жақсы көріп қайта-қайта көре беретін фильмім «Менің атым Қожа». Оны мен қайта-қайта көре беретін себебім ол менің балалық шағымдағы еске салады, сол кездегі сәттерді қайтадан есіме алуыма мүмкіндік береді. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Ал енді Балжан, сенің сүйікті фильмің қандай? Менің сүйікті фильмім ол неміс фильмі «Барфус», немесе ағылшын тілінде «Бэйрфут» деп аталады. Мен сол фильмді қайталап көре берем, өйткені ол комедия және драма жанрындағы фильм. Маған өте қатты ұнайды. Сол фильмді көрсем бір рахаттанамын. Қазақша айтқанда жалаң аяқ. Жақсы, онда келесі сұрағымыз ол сүйікті әншіңіз кім? Кімнің әндерін сүйіп тыңдайсыз? Менің сүйікті әншім Мақпал Жүнісова, Жанар Айжанова. Солардың әндерін сүйіп тыңдаймын. Мысалы, сіз оны қай жерде тыңдайсыз? Арнайы телефонмен қосып қойып тыңдайсыз ба, әлде көлікте тыңдайсыз ба? Мен оны көбінесе көлікте тыңдаймын. Көлікпен келе жатқан кезде. Арнайы тыңдайсыз ба, әлде радиодан ойнап жатқан кезде тыңдай саласыз ба? Радиодан ойнап жатқан кезде. Мен барлық жалпы радиода берілген, қазақ радиосынан берілген барлық қазақ әншілерінің әндерін тыңдаймын. Соның ішінде жаңағы сүйікті әншілерім Жанар Айжанова мен Мақпал Жүнісова. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Ал Балжан, сенің кезегің? Менің сүйікті әншілерім ол Бритни Спирс, Жанар Дугалова және Қайрат Түнтеков. Мен енді қазір анамның не үшін күлгенін айта кетейік, Балжан өзің айта кет. Не үшін? Олар менің сүйікті әншім, әнші ретінде, адам ретінде оларды өте жақсы көремін. Анамның не үшін күлгенін айта кетші. Мама, не үшін күлдің? Жоқ, сен білеміз ғой, біз алдындаған айттық қой, айтып берсейші біздің көрермендерге. Сен айттың ғой, мен біреуді қатты жақсы көрсем, ол адамға жақпайды. Сол үшін мен біреуді жақсы көргенімді білдіртпей ғана бір ақырын ғана шектеулі мөлшерде жақсы көруім керек деген айттың. Балжанның сондай бір табиғат берген қасиеті бар. Аса қатты жақсы көруге болмайды оған. Оның себебі мен жақсы көрген әншілердің бәрі аяқ астынан жоғалып кетеді, немесе ән айтпай кетеді. Мысалға, Бритни Спирс қазір өздеріңіз білетіндей ән айтпай кетті. Жанар Дугалова да бір 5 жыл қатарынан дауысын жоғалтып алып, ол да ән айтпай кетті. Қазір енді шығып жүр. Қайрат Түнтеков те жақсы ән айтып жүріп, бір жағдайлары болып, кейін кезде көрінбей кетті, ән айтпай кетті, не клип түсірмей кетті. Бірақ енді ақырын шығып жүр. Сол себепті мамам айтады, сен негізінде көзің тиеді. Сол үшін, мен айтқам, негізінде Димаш Құдайбергенді де жақсы көремін деп айтқам, сөйтіп қоя ғой Балжан дедік. Сен оны жақсы көрмей қой. Мамам мен Жанар айтты, сен Димашты жақсы көрмей қойшы, әйтпесе сенің оған да көзің тиіп кетуі мүмкін. Сол өзің жақсы көрген әншілерді жақсы көре берші деп сөйтіп айтты. Ал енді маған Димашты жақсы көре беруге болатын шығар, менің онда қатты көзім жоқ. Жақсы, рахмет жауаптарыңызға. Онда келесі сұрақ. Кітап оқисыз ба? Қатты ұнатқан қатты бір әсер алған кітабыңыз? Әрине оқимын. Көбіне қазақ жазушыларының шығармаларын оқимын. Соның ішінде маған Қытайда болған жазушы, қазір марқұм болып кетті ол кісі, Қажығұмар Шабданұлының «Қылмыс» деген романын оқыдым, өйткені ол бізге кейіннен жетті.
6 томдық. Сол кітап маған ұнап қатты әсер етті. Ал шетел шығармаларынан 100 жылдық жалғыздық. Гарсия де Маркус бет. Артынан қарап астына жазып қоямыз. Иә. Сол кітап маған өте ұнап, жақсы әсер етті. Бірнеше рет оқыдыңыз ба, әлде бір рет жеткілікті болды ма? Бір рет жеткіліксіз болды. Мен оны екі қайтара оқыдым, енді тағы да бір рет қайталап оқығым келіп жүр. Жақсы, рахмет. Ал Балжан? Менің сүйікті кітабым ол мектеп кезінде оқығанмын. Румыниялық жазушы Шолом Алейхимнің Сергелден бұған сапаздар деген кітабы. Сол кітапты оқыған кезде мен бір фильм көргендей болғанмын. Өте қатты әсер етті, қатты ұнаттым. Сол. Жақсы, рахмет. Онда келесі сұрағымыз. Ол қандай түсті киімдерді көп аласыз? Мысалы, нені шкафты ашқан кезде мәссаған мынандай түсті киімдерді ала беріппін ғой, бір кішкене басқаша алуға болатын бе деген бір жағдай болды. Мен көбіне ашық түсті киімдерді алам. Той андай неге мерекелік кештерге киетін көйлектерім жасыл, қызыл болып келеді да, кейде бір рас шынымен де шкафты ашып кеп қараған кезде қызыл жасыл түс көз көріп тұрады. Басым көпшілігі сондай. Мен негізінде түс таңдамаймын. Мен барлық түсті жақсы көремін. Бірақ шкафымды ашып қараған кезде байқағаным көбіне қара түсті киімдер. Неге? Білмеймін не екен. Өйткені қара түсті сыйлай бере ме саған? Жоқ, сыйлай бермейді. Өзім сатып алам ғой. Ол қарапайымдылықты, көзге түспеушілік деген сияқты бір ненің ар жағында көрінбейтін сондай бір нәрсе. Себебі мысалға мен ашық түсті алсам, бір қып-қызыл немесе жап-жасыл ашық түсті киім алсам, оны мен бірнеше рет қайталап кие алмаймын. Мен бір екі рет ғана кием, одан кейін кие алмаймын ол ашық түстерді. Сол үшін қара тон дейді ғой. Күнделікті ауыстырып кие беретін киімдердің түсі. Қара, ақ, сондай сұр сондай түстер ғой, қоңыр. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ, ешқашан жалықпайтын жей беретін сүйікті тамағыңыз? Қазақша ет, жылқының қазысы қосылған. Одан ешқашан мен бас тартпаймын. Ал енді бізге соғым келген жатыр, соны біраз айта кетсеңізші енді ет айтқаннан кейін. Жалпы соғым деген не? Негізі қазақтар өзі дәстүр бойынша жылда осындай қараша желтоқсан айларында қыстық еттерін бір малды арнап соғым деп сойып алады. Ол етті кәдімгідей тұздап, жылқы болса қазысын айландырып, сиыр болса жаңағы қимай дейді, шегіне жақсы майлы дәмді еттерінен салып тұздап, жаңағы сарымсақпенен, бұрышпенен араластырып, дәмдеп кептіріп алады да, соны ет асқан кезде бірге қосып асады. Бұл деген жаңағы ет өте дәмді болады, және дастарханда табақтың бетіне көрік беріп тұрады. Қонақ шақырғанда да сол жаңағы қазығарда жалжая деп айтып жатады ғой. Соғымның ең жылы жұмсақтары. Соны біріктіріп асады. Негізінен қазақтар ондай сыйлы, жақсы, жылы жұмсақ несін, тамағын жақсы көретін адамына, қонағына, әсіресе құдаларына, жақын достарына берген. Бізде сол сияқты сақта қойып, өзіміз сақ түйегін жеп, жақсы дәмді еттерімізді қонаққа беруге тырысамыз. Бұйырса бізге енді жақында соғым келуі керек, күтіп отырмыз. Осы бір аптаның ішінде бізге соғым келіп қалады. Мамамды үлкен жұмыс күтіп тұр. Соғымымыз шүйгін болсын. Ал, Балжан? Енді менің бір айтарлықтай сүйікті тағамым жоқ. Бір тағамды ғана сүйіп қайта-қайта жейм деп айта алмаймын. Әртүрлі тамақты араластырып жеген жақсы көрем, әр жолы әртүрлі. Бірақ бір өзіме қатты ұнаған бір тамақ бар. Мен Марокко еліне барған кезде, сол жақта бір жылдай тұрған кезде, сол Марокко елінің қалай деуші еді? Ұлттық тамағы ма? Сол Марокко елінің ұлттық тамағы кускус деп аталады. Мен сол тамақты бірлес жеп, қатты ұнатып, сол жақтан үйреніп келген болатынмын.
қазір Қазақстанда осы сол тамақты жиі жасап тұрам. Өте дәмді болды. Ал енді менің сүйікті тамағым қандай екен тауып көрші, әлде білесің ба? Ет. Кез келген дайын тамақ болды. Тамақ дайын болса, піссе болды. Мен жей берем. Ешқандай тамақ талғамаймын. Келесі. Ал енді жемісті айтайық. Бір жыл бойы жей беретін, ешқашан жалықпайтын. Алма. Алма. Иә, алманы мен қай уақытта болса да бастаптай жеймін. Басқа жемістерді де жақсы көрем, бірақ соның ішінде ерекше жақсы көретінім алма. Басқа алмадан кейін басқа қандай жеміс деп ойлайсыз? Құрма. Құрма. Анандай, иә. Күзде болады. Күзде болатын, сол анандай құрма. Жаңағы жеміс күйіндегі ана йодқа бай, сондай бір пайдалы, өзі дәмі де жақсы, шоколадты құрма. Піскен, яғни қоңыр езілген құрма. Ал Балжан? Менің сүйікті жемісім мынаны ғана жақсы көрем деп айта алмаймын. Барлық жемістерді жақсы көрем. Әр кезде әрқайсысын жеген жақсы көрем, бірақ ананасты жақсы көрем ерекше, және жаздың күні қарбыз. Иә. Өте қатты жақсы көрем қарбызды. Жаздың күні күн ыстықта күнде сатып алып жеуге дайынмын. Біз жаздың күні осы біздің үйде күнде Құдайдың құтты күні қарбыз болды. Бір жаққа шықсақ, жолда тоқтай қап сол жерден қарбыз алып сөйтетінбіз. Балжанның арқасында осы жазда қарбыздан кенде болған жоқпыз. Ал енді менің өзіме келетін болсам, мен дәл қазір менің шкабымда анар тұр. Мен анарды жақсы көремін. Жалпы алманы да жақсы көремін. Енді бізде Қазақстандағы жемістердің барлығын мен жақсы көремін. Мен наны ғана жақсы көремін деп айта алмаймын. Сонымен қатар мен негізі бізде шетелден алып келген, мен сіңілім алып, Жансаяны білетін шығарсыздар. Жансая алып келген жемістерді жақсы көремін. Соның ішінде мангустин, манго және маракуйя да бар. Жақсы. Енді кесі сұрақ. Әдетте боянасыз ба? Сіздің бұл сұлулығыңызға макияж керек пе? Жоқ, мен әдетте боянбаймын. Кейде далаға шығар кезде ұмытпасам, ерніме далап жағып шығамын. Қонаққа, тойға барған кезде енді аз-аздап кішкене қасымызды көрсетіп, көзіміздің үстіне бір көлеңке түсіріп деген сияқты ғана боянам. Жалпы боянбаймын. Ал Балжан? Мен күнделікті боянам деп айта алмаймын. Анда-санда ғана боянам. Тойға барған кезде, бір мерекелерге барған кезде ғана боянам. Жылына бір ар кетсе 3-4 рет ғана боянатын шығармын. Боянасың ба? Әлде сені Балжанныр бояндырып бере ма? Иә, мен өзім боянбаймын, Жанныр бояндырып береді көбіне. Мен де бір айта қоса кетейінші дегенім бар ғой. Сол жаңағы мерекелік кештерге, тойға, бір жерге барған кезде мен бетіме анандай тональный крем дейміз ғой, тондық рең беретін. Сондайларды жаққанды ұнатпаймын. Сөйтсем, оның себебі неде десем, ол мына беттің терілеріндегі демалдыратын нелерді бітеп тұрады екен да, адам өзі біраздан кейін бетіңе бір нәрсе жапсырып қойған сияқты, бір сондай бір жайсыздық сезіледі да. Сонан кейін одан гөрі мен өзімнің табиғи таза бетімнің тұрғанын қалаймын. Енді тура осы бет макияж жайында сөйлесе бастадық. Ары қарай бет күтім жайында айта кетсеңіз. Қандай бет күтімін? Мен енді бетімді ерекше бір күтем деп айта алмаймын, бірақ күнделікті кешке жақын бетімді тазалап жуып, сосын Жаннұр қызым әкеп берген анау алтын алмадан арнайы недегі косметикалық магазиндерден алып келген бір бетке жақсы әсер ететін кремдерім бар. Соны жағып, массаж жасап, біраз уақыт өзімнің білгенімше бір 10-15 минуттай күнде кешке жақын массаж жасап, өзімді бетімді кішкене күтіп жатам. Сосын таңертең жақсылап жуып, далаға шығар алдында міндетті түрде күннен қорғайтын крем жағам. Одан кейін жаңағы аптасына моншаға барып,
сол жерде бетімді ыстық буменен булап, ол да бет терісіне жақсы әсер етеді. Жақсы бір жаңа рең беріп, адам демалып қалады. Терісі, денесі, беті бәрі. Иә, дұрыс айтасыз. Ал Балжан? Мен бетімді бір айтарлықтай күтем деп айта алмаймын. Тек жатарда жуамын, крем жағамын, арнайы маска жасамаймын. Бүгін байқап отырсаңыздар, біздің ешқайсымыз боянған жоқпыз. Мен негізі әдетте видео түсірген кезде міндетті түрде боянатынмын. Бірақ енді мына камерамның сапасына көңілім толып, бүгін боянбай ақ қояйын дедім. Негізі күнде таңертең кешке таман біраз бет күтім жасаймын. Болды, көп айтпай ақ қояйын. Сол мамам не жасайды, мен содан сәл көбірек жасаймын, болды. Жақсы, рахмет. Онда келесі, иіс су пайдаланасыз ба? Үнемі пайдаланбаймын. Арнайы жаңағы бір мерекелік кештерге, қонаққа барғанда ғана сәл-пәл. Қазіргі пайдаланып жүрген иіс суыңыз өзіңізге ұнайды ма? Өте ұнайды. Ол бір адамның сыйлығы. Маған өте қатты оның иісі ұнайды. Иә, бір құрметті, жақсы көретін адамымыздың сыйлығы. Ханым. Иә, сондай бір ерекше ханым. Ал Балжан, ұнатпайтының, үйге сеуіп кететін бәрін айтшы. Жүрең. Мен иіс суды көп қолданбаймын. Қазір мүлдем қолданып жүрген жоқпын. Бұрын жұмысқа барғанда сатып алып қолданатынмын. Қазір мүлде қолданбаймын деп шештім, өйткені мен байқағаным, мен иіс суды аса ұнатпайды екенмін. Кішкене аллергиям бар сияқты. Енді мысалға айтатын болсақ, Жаннұр немесе Жансая бір жаққа барған кезде үйдің ішіне иіс су сеуіп кетеді. Ол бүкіл үйді алып кетеді. Ол маған ұнамайды, ол иіс. Мысалға мен тамақ ішіп отырамын, сол кезде иіс келіп менің тәбетімді бұзып жібереді. Сол үшін иіс суды аса ұнатпаймын. Бірақ бір жерлерге барған кезде, қонаққа, тойға барған кезде, бір кісілердің үстінен бір күшті иіс шықса, маған ұнайды ол иіс. Біреудің үстінен иіскеген ұнайды, бірақ кең жерде иіскеген ұнайды. Түсінікті. Сол үшін мен иіс суымды анау шығатын жерге кіреберістегі шкафқа қойғанмын. Сонымен мына жақта дайындалғаннан кейін деп есіктен шығатын кезде кілтті алам, ананы алам, заттарым, сумкамды алам деп жүрген кезде иіс суды себуді ұмытып кетем. Сонымен көбінесе өстіп Балжанның кесірінен ба? Иіс су сеппей кетіп қалам. Маған негізі иіс су қатты ұнайды. Жалпы иіс су деген бұл адамды бірінші адамды көрген кезде адамның түріне, бет-әлбетіне әсер қарайды адам. Мән береді, одан кейін барып оның иісі, одан кейін барып қана ары қарай сөйлеуі деп ойлаймын. Сондықтан маған негізі жақсы, сапалы, жоғары сападағы керемет иісі бар иіс су пайдаланған адамдар қатты ұнайды. Бірақ кейбір иіс сулар бар, шыдай алмай кетесің. Сондайда кішкене бір Балжан айтқандай кең жерде жүрсең, арасында ғана иісі келіп тұрса болады. Ал енді келесі сұрамыз, мама, алып қосарыңыз бар ма? Жаңағы иіс суға ма? Иә, сол бір кейінгі кездегі жастардың талғамы туралы айта кетейін деп едім. Менің де сол жаңағы көлікте көбірек жүргендіктен қасымда әртүрлі адамдар отырады. Сол кезде кейде бір осы әсіресе кейінгі жастардың талғамына мен таң қаламын да. Бұрын біздің жас кезімізде жас қыздар өте әдемі, жаңағыдай француз духиі дейміз ғой, оның иісі керемет болатын. Қазірде неше түрлі бар ғой, сол сияқтыларды бұрқыратып сеуіп алғанда ана қыздардың сұлулығына сұлулық қосып, одан әрмен бір көріктендіріп, жақсы адамға бір жақын қылып тұратын еді. Қазіргі қыздар кіріп келгенде бір сабынның иісі шыға ма, или шала жуынып, үйінен шала жуынып шыққан адам сияқты әсерде қаласың. Содан ойлаймын, бұлардың, сөйтсем олардың жаңағы таңдаған иіс суларының иісі қазіргі сол мода екен, сабынның иісі. Соған мен таң қаламда адамдардың талғамдары төмендеп кеткен бе әлде, жарайды олар сату үшін
жаңағы сауда үшін әртүрлі иісті ойлап шығара береді, бірақ адамда кішкене талғам деген жоғары биік болу керек қой. Ал енді осы тұрғыда сіз айттыңыз, жаныма әртүрлі адам келеді дедіңіз. Осы жерде өзіңіздің жұмысыңызды айта кетсеңіз болады, себебі мен адамның бұл жұмысын жалпы мақтан тұтамын. Айта кетіңіз жерде. Менің жұмысым такси жүргізушісі. Және мама, сіз қандай машина айдайсыз? Автомат па? Жоқ, менікі жаңағы механика дейміз ғой. Коробка автомат емес, механика. Қолмен басқару деп аталады қазақша. Сондай машинам бар. Бұл өзі баяғыда біз өзі жолдасымыз екеуміз салоннан ұнатып, таңдап сатып алған көлігіміз. Содан кейін қазір оны мен жүргізіп жүрмін. Өзіме қатты ұнайды, мен ол машинаны сондай бір өзіме қатты ыстық көрем. Соныменен жаңағы жүргізуші болып жүрмін. Сол себепті мен көп адамдармен кездесем, көптеген адамдармен сөйлесем, көлігіме де неше түрлі адамдар отырады, әртүрлі тағдырдағы адамдар отырады. Олар маған өздерінің өмірлерін, әңгімелерін айтады. Сонымен қатар жаңағыдай талғамдарын да сол кезде мен байқап қалам. Кейбіреулер сондай бір жақсы киімімен, жақсы иісімен, жақсы өзін ұстауыменен әсер қалдырады да, кей адамдар, қыздар әсіресе әп-әдемі сүп-сүйкімді киімі бәрі жап-жақсы, бірақ жаңағы иіс сулары сондай бір сабын сасып тұрғанда көңілің түсіп қалады. Ондай болады. Осы арада айта кетейін, Балжанда механика айдай алады. Мен ғана айдай алмаймын, себебі мен өзім көлік айдауды осы автоматпен ғана бастағанмын. Негізі маған айдап үйреніп алу керек. Қашатын болсам бүкіл машинаны. Бүкіл машинаны айдай алу керек, кинодағыдай. Жарайды. Енді біздің сүйікті бір тақырыбымызға келетін болсақ, ол әрине спорт. Спортпен айналысасыз ба? Қазір қандай спорт түрімен айналысып жүрсіз? Және келесі сұрағымыз, қандай спорт түрімен айналысқың келеді деген, ол Балжанға қоямын мен. Ал мама, сізден бастайық. Айтпақшы, біз кішкене ақырындау сөйлейік. Мен тез сөйлей кетіппін ғой. Қыз кетіппін. Мен спортпен айналысқанды қатты жақсы көремін. Спорттың жалпы барлық түрін жақсы көремін. Маған салса, мен таңертеңнен кешке дейін барлық спорттың түріне қатыса беретін едім. Қазір спорт залға барып жүрмін, фитнес дейді ғой. Және бимен айналысқанды жақсы көремін. Жалпы акробатикалық спорттарды да жақсы көремін. Арасында жүзуге барамын. Садақ атуға бармайсың ба? Үстел теннисін ойнауға. Ұнамайды олар. Алдында бардық қой екеуміз. Енді қазір өрмелеуге барғым келіп жүр. Рахмет. Ал, анам? Мен енді спортпенен айлансамын деп айта алмаймын. Бұрындары жоқ, кейінгі кезде мен зейнетке шығып, қолым босағаннан кейін мен анандай спорт залдарға барып, өзімді кішкене жаттығулар жасап, сондай түрімен айланысып жүрмін. Негізі мына спорттың түрімен айлансам, мынандай деп айтпаймын. Жаттығу залына барып, күн ара жаттығу жасаймын. Бассейнге барып жүземін. Сосын маған ұнайтыны жаңағы еркін жаңағы анау Арқан парк деген. Бір жолы ой қарағайдағы Арқан паркке барғанымыз бар. Сонда қорқынышты болса да маған бір жақсы әсер қалдырды да, андай не дейміз, экстремалды дейміз ба, сондай нәрселер болады екен. Мен бір сондай спорттың барлық түрі бірге кіретін біріне сатып алғанмын бір жылға. Абонемент. Сол бойынша мен өзімнің қалаған бассейніме, қалаған спорт залыма, жаңағыдай йога, садақ ату, тағы немене, сол сияқты әртүрлі ойындарға баруға мүмкіндік алдым. Соған қуанамын, және соған үнемі уақыт табуға тырысамын. Арасында сол уақыт тауып барамын. Садақ атуға бардыңыз ба? Жоқ, барған жоқпын. Әлі қол тимей жатыр. Менің барғаным сол бассейн, тренажер, массаж, баня, сосын жаңағы Арқан парк. Бұл анамның Арқан паркын мен біраз айта кетейін. Ағаштардың арасында арқанмен және ағаштар қойылған
біреуінен екіншісіне өтесіз. Яғни ол жерден сіз өзіңіздің шыдамдылығыңызды, қаншалықты қорықпайтындығыңызды тексере аласыз. Мен ол жерге барғанда қатты қорықтым. Қатты бір қиыны болды. Өте алмай сол жерде 5 минут мама деп тұрдым. Бірақ әйтеуір өттім. Ана. Мама емес, ана. Анам, жарайды. Сонымен ең соңғы сұрағымыз, саяхаттағанды жақсы көресіз бе? Қаншалықты жиі саяхаттайсыз? Қай жерге жиі барасыз? Қай жерге барғыңыз келеді? Мен саяхаттағанды өте жақсы көрем. Бұл менің бала күнімнен арманым. Бала күнімде әртүрлі нелерді көрген кезде ойлайтынмын. Мен кейін өскенде мүмкіндігім болған кезде мен осы барлық елдерге саяхаттаймын деп ойлайтынмын. Одан кейін әртүрлі жағдайлар болды. Қазір енді барлық мүмкіндіктер бар. Шет елдерге шығу да мүмкіндігі бар. Барлық жағдай жасалған. Қай жерге барам десек де мүмкін рұқсат деген сияқты мүмкіндік бар. Сол үшін мен саяхаттағанды өте жақсы көрем. Мен 1-2 елге бардым, бірақ келешекте арманым Европаны. Америка, Лондон, Париж, одан кейін Азияның да Шығыс Азияны аралап көргім келеді. Сіз Шығыс Азияны бастадыңыз ғой? Иә, Қытайда болды. Қытайдан, Таиланд, тағы сол сияқты елдерді көргім келеді. Мен алдағы уақытта ақш-қа барғым келеді. Әсіресе Нью-Йорк, Лас-Вегас, Лос-Анджелес қалаларына және Оңтүстік Америкаға барғым келеді. Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Пуэрто-Рика деген елдерге бару менің арманым. Иә. Жалпы саяхаттаған өте жақсы ғой. Және осы арада сіз қай мемлекеттен бізді қарап отырсыз, соны астына жаза кетіңіз. Осымен бүгінгі видеомыз да аяқталды. Сіздерге осындай форматтағы видео ұнады деген үміттемін. Бүгінгі қонақтарымызға менің анам Назигүл ханым, мен Нәзік Гүл деймін, және әпкем Балжанға көп рахмет айтамын. Егер мені қолдағыларыңыз келсе, онда Patreon'да каналым бар, соған барсаңыздар болады. Ол жерде неше түрлі қызықты видеолар бар. Сонымен қатар менің қазақ language деген арнайы қосымшам бар. Ол жерде көптеген тегін материалдар бар. Сол жерден қазақ тілін үйрене аласыз. Жақсы, видеоны көргеніңізге көп рахмет. Ұнап жатса, өзіңіздің пікіріңізді астына қалдыра кетіңіз. Жақсы, көріскенше сау болыңыздар.